Көптен күткен оқиға орын алды. Қосылайықтың жаңа маусымына Сержан ат терлетіп келді. Мұны көрген Сержанның экс-жұбы Ақерке мен көрермендер таң қалды. Ержігіт Ханзада Сержанға әлеуметтік желідегі парақшасында «Оппана» деп жазды. Ханзада мырза. Ашуға булыққан желі қолданушылары артынан «Сен келенді масқара» деп жазды қолдаушы апалар. Көрермен қауым жарыса жазды. 8 жыл болды осының жүргеніне. Сержан ұяттан жүрді екен. Қалаулымның 1-ші сезонынан бастап жүр. Әлі жүр. Ақерке қалуы керек. Сержанның ұяты жоқ екен, беті қалыңдап кеткен. Сүмелеңдеп қайта-қайта неменеге келе береді, еш нәтиже шығара алмайды. Арайға үйленді, оларды жетістірді ме? Енді 4-ші рет кімнің обалына қалайын деп отыр екен. Сержанда мүлдем ұят жоқ жігіт екен. Осы жобаның басынан келе жатыр. 2 рет үйленіп айырылысты, баласы бар. Өзі еше 18 жастағы қыздар керек дейді. 35 жастағы кәрі қасқыр, скоро баласымен келетін шығар қатын іздеп. Қосылайық жобасы неге қатысушы қылып кіргізе береді? Бауыржанның досы болса келе беру керек пе? Ұят қой. Мына ардагерде түк ұят жоқ екен. Бұл енді Ақеркеге емес басқа қыздарға көзі түседі. Шалға таласады кем қыздар. Осы жерден пенсияға шығатын болды ғой. Мынаның несі жаңа маусым? Жаңа маусым емес қой мынау. Ескі маусым дей салу керек еді. Сержан балам неге келдің бұл бағдарламаға? Барлық қыздарды шулатып өзің күліп отырсың. Жігіт емессің бе, жұмыс істеп жүріпте қызды табуға болады. Бұл келгенің дұрыс емес. Деп жазды көрермендер мен қолдаушы апалар. Еске саламыз, Сержан ескі маусымда Назымды тастап Алинаға басы кеткен болатын. Осы жайттан кейін Диана ханым Қосылайық эфирінен Сержанды бір жола қуып шыққан болатын. Бірақ Диана ханым жобадан кеткен соң, өткен маусымнан бастап Сержан жобаға қайта оралды. Сержан баяғы әдетіне салып әлі де Қосылайықтың қыздарымен қарым қатынас жасады.